Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен мөлдір. Бүгін мен сіздермен дәруменге бай, кальцийге толы сүзбені қалай дайындау жолымен бөлісетін боламын. Яғни анамнан үйренген әдіс арқылы сүзбе қалай, қайдан пайда болатын жайында сіздерге айтатын боламын. Сондай-ақ достар, келесі видеомда дәл осы сүзбеден сүзбе құртты қалай жасауды және де оны қалай қысқа сақтау жайында бөлісетін боламын. Сол себепті менің каналымнан алыстамай каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Мына жердегі 10 литр аппараттың 5 литрін мен айран үйттім, ал 5 литрін осы сүзбе жасауға пайдаландым және осы бөтелкесімен бір түнге қалдырдым. Сол кезде түні бойы тұрған біздің аппаратымыз сары суы бөлініп сүзбеге айналатын болады. Арнайы осындай сүзбе үшін мен қапшық қолдан тігіп дайындап алдым. Енді осы дорбамыздың ішіне жаңағы біздің түні бойы тұрған массамызды құйып сары суынан ажыратамыз. Бұл жерде менің шарашам кішірек болып қалып, үлкендеу шараға ауыстырдым. Сіздер жасайтын болсаңыздар, бірден үлкен шараға құйғандарыңыз дұрыс болады. Мінекей, біздің жаңағы массамызды толықтай құйып шығамыз. Бізде осындай өте көп мөлшерде сары су бөлініп шығады. Енді осыны бір-біріне құйып, мен бөлек 2 литрлік банкіге құйып алдым керек мөлшерін. Бұны да келесі видеомда сіздерге не үшін құйғанымды айтатын боламын. Сары суы тартылу үшін мен дорбаны осылай далаға бірнеше сағатқа іліп жайып қойдым. Мінекей, бірнеше сағаттан соң бізде осындай өте жұмсақ әдемі сүзбеміз дайын болды. Сүзбенің үстіне қалауыңызша аздаған қант немесе тұз сеуіп, үстіне қаймақ қосып жесеңіздер болады. Дәруменге бай әрі өте дәмді. Келесі видеомды жіберіп алмаңыздар.